Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Photoshop программасы арқылы Instagramға пост салуға арналған, әлеуметтік желіге салуға арналған осы пост баннер жасаймыз. Әртүрлі тек Instagramға емес, әртүрлі Facebook және тағы басқа әлеуметтік желіге салғанға осындай баннер жасаймыз. Қалай жалпы? Әдемі. Ал бисмилля, бастаймыз. Новыйдан создавать етіп аламыз. Размері 1080 на 1080. Instagram, Facebook'тың размері постқа арналған. Енді осының фонын өзгертеміз. Мына ақ түс қой. Енді осының фонын таңдаймыз. Окей, басамыз. Осы түс таңдап болдық. Енді мынау менің суретім. И Ctrl-S деп қойбай. Ctrl-S дейміз да. И Ctrl-V деп аламыз. Аламыз да кішіретіп аламыз. Ауылда огородты жұмыс істеп жүру жасаған нем ғой, суретім ғой. Қысылмаймыз. И осындай суретке ауыстырамыз. Енді есеміз. Насыртын ақ қып. Обводка жасаймыз. Слойды басамыз екі рет. Строк деген кіреміз. И түсті ақ түс таңдаймыз. Қалыңдығын бір 10-ға дейін 13-ке қоя саламыз. Әдемі. Енді текст жазамыз. Арманда деп. Арманда. И бұның болтқа қоямыз шрифті. Мансарат. Кішкене үлкейтейік. Бұл жерде қазақша жазылған екен ғой. Қазақша жазайық. Арманда. Жарайды, өшіп кетті. Арманда қойып аламыз. Мына жер rectangle tool дегенді аламыз, белгілеп аламыз. Түсін дәл осындай түс қыламыз. Окей, басамыз. Үстіне шығарамыз слойды. Яғни бұның түсін қара болып тұр ғой, яғни аққа қоямыз. Уже әдем болып келе жатыр. И осыны аламыз да Ctrl-ды тастап, и жоғарыға көтереміз. И осыны негізі артына слойды төменге түсіреміз. Суреттің төменге қарай қоямыз. Енді бұның түсін фонның түсімен қыламыз да, и өшіп кетті. Өшіп кеткен сияқты болып көрінеді, бірақ енді обводканы қосамыз. Обводканы 2-ге қоямыз. 3-ге қойайық. 3-ге қойдық. Енді Ctrl-ды тастап тұрамыз. Alt деген кнопканы тастап тұрамыз да жоғары көтереміз. Тағы да көтереміз. Тағы да көтереміз. Енді әдем болып келе жатыр. Енді текст жазайық. Түсін аққа қойып қойық. Photoshop. Жоқ, Photoshop демейміз, бұған не деп жазсақ болады екен. Бұл өте оңай.
осыны алып кішірейтіп аламыз. Бұл өте оңай дейміз да. Енді бұл жерге шрифттің қалыңдығын кішірейтеміз. Light деп қоямыз. Light. Енді жұмысымыз болайын деп қалды. Енді мына жерге rectangle қоямыз. Үст баламыз да. Обводканы бұрамыз. Енді бұның түсін окей басамыз. Түсін сыртын непрозрачный қоямыз, обводкасын. Ал өзің жаңа rectangle'ды осылай қойып қоямыз. Енді осын аламызды төменге қарай тартамыз. Ең төменге қарай фонның қасына қойып қоямыз. Мінекей, біздің жұмысымыз дайын болайын деп қалды. Енді бүкіл бәрін выделить етіп аламыз. И папка создать етеміз. Бір папка. Папканы копировать етеміз. Ctrl-E. Енді осын фильтр арқылы әдемілейміз. Фильтрға кіреміз. Камера raw фильтр. И осы жерде қайсы әдем болады, соны настроить ете береміз ғой. Примерно. И осылай қайсы әдем келеді, соны қоя берсек болады. Dehaze. Вибрация. Saturation. Окей деп басамыз. Міне енді әдем болып келеді. Тағы бір фильтр қойып жүреміз. Маған өзім ұнайтын фильтр noise. Бүйтсе қатты беріп жүрсек білім қалады. Көмсіз 5-тің төңірегінде қоям. Болды, біздің жұмысымыз дайын, бәрекелді. Егер сіздерге осы жасаған постым Photoshop туториалым ұнаған болса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаймыз. Егер сіздерге ұнаса, мен өз суретке түсіріп, сторисқа салып, мені белгілеп жіберсеңіздер, сілтемені осы видеоның төмен астына қойып қоямын. Өзім Instagram парақшамда сол жерге историяға салып, мені белгілеп жіберсеңіздер, қуанып қалар едім, бұйырса. Ал жақсы жарайды, сау болыңыздар. Келесі жолы менің туториалымды көре беріңіздер.